Осы бейнероликтен кейін сіз дүниеге басқаша қарайтын боласыз. Тасқа қашалған сөз үнсіз тарихтың дауысы. Ол тек жазу емес, бабадан қалған аманат. Күлтегін мен Тоныкөктің бітіктері бұл өткен ғасырлардан жеткен шындықтың үні. Олар нені айтты? Біз кім едік? Біздің рухымыз қандай еді? Осы сұрақтардың жауабын табу үшін бүгін біз көне түркі жазуының құпиясына үңілеміз. Егер сіз өз тегіңізді білгіңіз келсе, рухани тамырыңызды сезгіңіз келсе, бұл бейнероликті соңына дейін көріңіз. Көшпенді бабаларымыздың ізімен жүріп келе жатып, біз кейде бір қарапайым жазуды оқи алмай абдыраймыз. Бірақ сол жазу біздің кім екенімізді, қайдан шыққанымызды, қалай өмір сүргенімізді баяндайтын рухани хат. Түркі бітік жазуы бұл жай әріптер емес. Бұл даланың дауысы, бабаның аманаты, еркіндікке деген ұмтылыстың тілі. Тасқа қашалған әрбір сөз өшпес рухтың белгісі. Бүгінгі тарихшылар Күлтегін мен Тоныкөк бітіктерін тек дереккөз ретінде ғана емес, бүкіл бір өркениеттің айғағы деп қарайды. Ол заманда қағаз болмаған, бірақ сөздің салмағы болаттан ауыр еді. Ең алғашқы бітік жазулар 8-ші ғасырда Орхон өзені бойында табылған. Ол кезде түркілер Еуразия құрлығының жүрегін билеп тұрған алып күш болатын. Бітіктер тек ханның не бектің жетістіктерін дәріптемейді. Олар халықтың рухын, тәртібін, бірлігін және әділдігін сипаттайды. Бұл мемлекет болмысының моральдық кодексі. Күлтегін жазуында былай делінеді: Тәңірі жарылқаса, ел болмай қоймас. Осы бір жолдың өзі бабалардың дін мен тағдырға деген көзқарасын паш етеді. Тоныкөк тасында түрік халқы жоқ болуға жақын қалды, ақылмен, жүрекпен мен оларды аман алып қалдым деп жазылған. Бұл сөзден тек даналық емес, терең жауапкершілік сезіледі. Түркі жазуының таңбалары әдемі ғана емес, терең мағынаға ие. Мысалы, о таңбасы шеңбер, ол мәңгілік өмірдің символы. Алты таңбасы тірек, тіршілік. Бұл жазудың тағы бір ерекшелігі бағыты. Түркілер оңнан солға жазған. Бұл да көне дүниетанымның белгісі, өмірдің, уақыттың, тағдырдың ағысы. Бірақ біз бұл асыл қазынаны ұмыта бастадық. Көп жастар бітік жазуын тіпті естімегенде. Бұл рухани үзілістің белгісі. Қазақ даласының әр тасы, әр жартасы көне жазулармен сөйлейді. Бірақ сол үнді есту үшін жүрек керек, құлақ емес. Түркі бабаларымыз жазуға ерекше мән берген. Олардың түсінігінде жазу тек хат емес, қасиет. Бүгінгі түркі әлемінің рухани оянуы осы жазуларға қайта үңілумен басталуы керек. Себебі кім өткенін білмесе, болашағында көре алмайды. Бірнеше жыл бұрын Монғолия жерінен табылған жаңа бітік тастарда бұрын белгісіз болған тарихи тұлғалар мен оқиғалар ашылды. Бұл тарих әлі де тірі екенін көрсетеді. Әрбір бітік тас тірі ескерткіш. Олар тек музейде жатуға емес, санамызда жүруге тиіс. Түркі жазуы мен араб жазуы қатар өмір сүрген кездерде болды. Бірақ бітік тәуелсіз рухтың, еркін ойдың тілі еді. Осындай жазулар арқылы ата-бабаларымыз ұрпағына кім екеніңді ұмытпа деген. Бұл жазуды үйрену бұл тек тіл меңгеру емес, бұл рухты ояту. Мектептерде, университеттерде көне түркі жазуын оқыту керек. Бұл ұлттың өзегіне қайта оралу. Қазіргі таңда бітік жазуын үйрететін онлайн курстар, клубтар пайда болуда. Бұл үміттің белгісі. Өзге елдер өз бабаларының тас дәуіріндегі үңгір жазуын қадірлеп, брендке айналдырып отыр. Біз неге бітік жазуды ұлттық мақтан шетпейміз? Түркі жазуы тек түркі халықтарының ғана емес, бүкіл адамзат өркениетінің бір бұтағы. Еуропалық ғалымдар түркі бітік жазуының ерекшелігін зерттеп таңданып жүр. Біз өзіміз танымай жатып, өзгелер танып жатыр. Әлемге танымал түрколог Радлов бұл жазуларды алғаш оқыған кезде, бұл дала философиясы деп тамсанған. Дала философиясы дегеніміз табиғатпен үндесу, ар-ұятты бәрінен биік қою, ұрпаққа аманат қалдыру. Егер біз бүгін осы мұраны қадірлей алмасақ, ертең ұрпақ неге сүйенеді? Рухани тамыр, қарапайым киіз үй, домбыра, ана тілі ғана емес. Ол әр тасқа қашалған әріпте де бар. Рухты қайта ояту үшін тек интернет пен сән керек емес.
жүрек ояу, сана сергек болсын. Алаш зиялылары да көне жазуларға мән берген. Ахмет Байтұрсынұлы, жазу ұлттың көзқарасы деген. Жазуымызбен бірге өзімізді де қайта танимыз. Сол арқылы рухани кемелденеміз. Біз өткеннің тасқа қашалған үнін естіген сайын болашаққа сенімді қадам басамыз. Ұлтты оятатын тарих, тарихты сөйлететін жазу, жазуды тірілтетін сіз бен біз. Егер осы бейнеролик сіздің жүрегіңізге ой салып, ата-баба аманатына деген құрметіңізді оятқан болса, арнамызға жазылыңыз. Лайк басып, пікір қалдырыңыз. Әр пікір рухани оянуға үлес. Бұл тек тарих емес, бұл сіздің тамырыңыз. Қайта жаңғыру өзімізден басталады. Баба аманатына адалдық арнасында сізді әлі де талай құнды бейнероликтер күтеді. Бізбен бірге болыңыз, себебі өткенді ұмытпаған ұрпақ қана болашақты жарық ете алады.